Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 93-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, неше 5, неше 7, қанша 10, қанша 20, нешінші 50-ші. Ережені есімізге түсірсек, суреттерге қарайық. Неше балмыздақ көріп тұрмыз? 5 балмыздақ. Неше кітап? 4 кітап. Неше қарындаш? Жақсы, жарайсыңдар. 5 қарындаш. Келесі бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы қанша аң. Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Жарысқа қанша аң қатысты? Жақсы, жарайсыңдар. Мәтінді оқысақ, енді сұрақтарға жауап берейік. Қанша аң қатысыпты сонымен? Кірпі мен қояннан бөлек түлкі, Түлкі мен қояннан басқа ол кірпі. Кірпі мен түлкіден басқа ол қоян. Сонда барлығы 3 аң қатысыпты, Ормандағы аңдар қандай жарыс өткізіпті? Дұрыс айтасыңдар, жүгіруден жарыс өткізіпті. Жарысқа тағы қандай аңдар қатысты деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Жарысқа түлкі, кірпі, қоян қатысыпты. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Ұшқыш жақсы ма? Үш құс жақсы ма? Енді осы жаңылтпашты жаттап аламыз. Жаңылтпашты тез-тез жаңылмай айтайықшы. Жақсы, жарайсыңдар. Осы жаңылтпаштан қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздер табайықшы. Дұрыс айтасыңдар. 3 құс. Қанша құс? 3 құс. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, жаңылтпашты дәптерімізге жатқа жазайық. Жақсы, жазып болсақ, қанша және неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздердің астын жазайық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Берілген сөздердің соңына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер тауып жаз. Берілген сөздерді оқиық. 6, 7, 8, 10, 5, яғни осы сөздермен байланыстырып, кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді жазамыз. 6 дәптер. 7 ата. Ата кім деген сұраққа жауап береді, Дәптер не деген сұраққа жауап береді. Келесі 8 оқушы. 10 адам. 5 сөре. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы үшінші жаттығуды көшіріп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.